Сәлеметсіңдер ме оқушылар? Бүгінгі сабақтың тақырыбы менің қояным бар. Жаңа сөздер: аю, медведь, қоян, заяц. Жаңа сөздерді сөздікке жазып алыңдар. Тыңда, қайтала, оқы. 37-ші бет. Менің ойыншығым көп. Менің ойыншықтарым екі қатарда тұр. Бірінші қатарда 5 қуыршағым тұр. Қуыршақтар қатты. Екінші қатарда жұмсақ ойыншықтарым тұр. Олар қоян, аю, күшік. Дескриптор кестесі. Мәтінді оқиды, 2 балл. Мәтінді оқу барысында орфоэпиялық нормаларды сақтайды, 2 балл. Жазылым тапсырмасы, бірінші тапсырма, 38-ші бет. Суретке қара, сұрақтарға жауап жаз. Бұл не? Ол қандай ойыншық? Бұл кім? Ол қандай адам? Жазылым тапсырмасына байланысты дескриптор кестесі. Суретке қарап сұрақтарға жауап жазады. Бұл не сұрағына жауап береді, 1 балл. Ол қандай ойыншық сұрағына жауап береді, 1 балл. Бұл кім сұрағына жауап береді, 1 балл. Ол қандай адам сұрағына жауап береді, 1 балл. Сөйлемдерді қатесіз жазады, 2 балл. Осымен сабақ аяқталды. Сау болыңдар оқушылар.